Баршаңызға қайырлы күн достар. Кіріп келген Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ауызашарға жеңіл қара сорпаның рецептісін ұсынамын. Ол үшін қазанымызға тастай суымызды құйып аламыз. Менде шамамен 2,5-3 литрдай су. Соған сүйек саламыз. Міндетті түрде сүйек салу керек. Сүйектің дәмі шығып, сорпамыз дәмді болатын болады. Кесеге және де қойдың құйрығын осында ұсақтап турап салып жіберіңіздер. Бетін толық жаппай, бір шетін ашып қойып, қақпағын газға қоямыз. Осылай қайнап шыққан кезде үстінен көбіктері шығатын болады. Көбіктерін әдемілеп тап-таза етіп аламыз. Бетін жапқаннан кейін тағы да көбік шығуы мүмкін. Сондықтан барлық шыққан көбіктің барлығын осылай тазалап алып тұрсаңыздар, сорпаларыңыз мөлдір, әдемі болып шығатын болады. Енді ішіне қосатын көксөктерін дайындаймыз. Менде картоп, сәбіз, пияз және де жазда қатырып дайындап қойған осындай қызанағым мен болгар бұрыштарын осылай турап дайындап алдым. Бізде қызанақ дәм беретін болады, әдемі түс беретін болады, сондықтан қызанақты қосқан дұрыс. Менде міне сорпам осылай 40 минуттай осылай қайнады. Енді үстінен үлкенірек бөліктерге бөлінген болгар бұрышын, бір лавр жапырағын және де қызанақтарымызды, пияздарымызды бүтінде қосып жіберетін боламын. Үлкенірек бөліктерге бөлініп туралған картопымыз бен сәбізімізді және қалауларыңыз бойынша қара бұрыш сеуіп араластырып дәмін көресіздер. Егер де тұзы жеткіліксіз болса, тұз саласыздар да араластырып бетін толық жаппай, баяу отта баппен 1,5 сағаттай қайнатасыздар тағы да. Міне осымен біздің қара сорпамыз дайын болды. Дайын болғаннан кейін ішіндегі етін сүзіп аламыз да үлкен бөлшектерге бөліп турап дайындап аламыз. Ішіндегі болгар бұрышын және де бүтін пияздарды сүзіп алып тастайсыздар қалауларыңыз бойынша. Құрамындағы ет, көксөктердің барлығы суға қайнап пісетін болғандықтан сорпамыз өте құнарлы, денсаулыққа пайдалы әрі жеңіл ас болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Назарларыңызға рахмет.